Зор бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан тай жарысқан. Ассалаумағалейкум достар. Күз келді, күн суыды, ағаштар сарғайып, жапырақтар жерге түсті. Иә, айта берсек таусылмайды. Бүгін мен сіздерге күз туралы қызықты мәліметтерді айтатын боламын. Ал ендеше кеттік. Күз жыл мезгілдерінің бірі. Егер жердің солтүстік жарты шарында, яғни біз жақта күз болса, онда жердің оңтүстік жарты шарында, яғни оңтүстік Америка, Аустралия, Антарктикада көктем болады екен. Қазақтар күзді үшке бөледі: алтын күз, қоңыр күз және қара күз. Алтын күз ол қыркүйек, қоңыр күз ол қазан, ал қара күз ол қараша. Ал енді ай аттарының мағыналарына келер болсақ, қыркүйек латынша септембр. Септем сөзі 7-ші ай деген мағынаны білдіреді. Григорион күнтізбесіндегі 9-шы ай. Қыркүйек айында қой мен ешкінің күлде уақытын көктемге келтіру үшін қошқар мен текеге күйек байлайды. Бұл шаруа қырда немесе өріс басында өткізілетін болған. Сол себепті қыр және күйек сөздерін біріктіру арқылы бұл айды қыркүйек деп атап кеткен. Қазан айында жеміс жидектер мен көкөністер пісіп, қазан болып жиналады. Сондықтан бұл ай қазан деп аталып кеткен. Қараша айында жердің ыстығы кетіп, бет-бедері қоңыр түске енеді. Міне сол себепті ай аты қараша деп аталып кеткен. Латын тілінде қараша, новембр, 9. Иә, жылдың қай мезгілі болмасын, әрбір күнді Алланың сыйы деп білейік, әрбір күнді бағалайық, әрбір барымызға қанағат етейік. Достар, мен бұл видео үшін 4 күн уақытымды жұмсадым. Сондықтан бұл видеоны қолдап лайк басып кетейік.